Koşuğumuzga 8 kun kaldı. Endi bugun bizning şaruamız, kuzatlarımızı retleyimiz gerek. Mektepten kızlardan barıp neyini alıp kelemiz, kuzatlarını alamız. Tabileri endi dayım boldu. Sonduktan endi barıp kuzatlarımızı ala versek boladı. Apaylar bugun habarlaştı bizge. Mına jerde toy bolup atkan siyaktı. Ana uyda toy bolup atыр. Ya, para versen болады onda. Sen жүре бер, сен де самокат екін саған. Самокатқа қалай ыңғайлы, солай бара бер. Мен мына жермен тура жолмен барамын. Мына жерде бізде орталық алаң бар. Мерекелік іс-шаралардың барлығы осы қаладағы осы жерде болады. Тамақтану орындары. Ар жағында парк. Осы жердегі орталық саяқ парк. Форт Шевченко саябайы. Ішінде Форт Шевченконың, Тарас Шевченконың несі бар. Музейі бар, жасаған дүниелері бар. Ішінде құдық қазған. Егер уақыт болып жатса, бір күні оған да кіріп шығамыз. Пока осы біздегі орталық алаң. Ана жақта бізде әр жұма сайын ярмарка болатын. Төте жолменен алып келе жатырмыз. Тезірек жетейік деп күн ысып бара жатыр. Біздің мектебіміз. Қазір осы жерден құжаттарымызды аламыз. Бүгінгі ең маңызды шаруа негізінен сол. Осы мектептің аты осы Омарбаев спорт ауласы. Мына жерде ағаштар. Біз келе жатырмыз. İşte bayrağı var. Мектепте шаруам бітпей қалды. Сонға келіп отырмыз. Мына біздің сон. Енді бисмилля, осы жерден шаруамыз бітсе екен. Күн ысыпты бүгін. Мына біздің форттың таулары. Жартыстар осындай. Мына жаққа барай. Паутина таш деген ауыл бар. Мына жаққа қарай форт орталық. Мәдениет үйіміз. Шаруам бітпей қалды. Ой, бисмилля. Неде соның ішінде связь жоқ. Соның ішінде связь жоқ. Мен естеймін. Енді үйге барам. Үйден көремін. Қазір тағы да болмаса түс қайта тағы бір хабар алып кетемін. Енді жаяу үйге. Біздің мәдениетте бір шаралар болған сияқты мына жақта. Міне кешегі қамырдан бүгін Ахмет қандай май қолдандық? Сливочный береге деген ба? Вроде. Қамырлар идеальный болады екен дейді. Ана жақта
не пісіріп жатыр? Бафли беріңғай? Ясура кетіп қалды ма? Ясура пісіріп отқан. Ясура тойға кетіп қалды, жолда той болып жатыр да жаңа шашу терем деп кеттік көршілерге. Енді мектептің шаруасы біткен жоқ. Қазір осымен шай ішіп аламыз, жақсылап тамақ жеп. Содан кейін көреміз қалғанын. Ұмытып кеттім ғой, мен бағана шаршап кеттім. Бүгін балдардың құжаттарын ақыры алдым. Бізге деген Еговтан жаңағыдай не жібересіңдер деді, өтініш жібересіздер, онлайн сұрайсыңдар деді. Сөйтіп техникалық ақау деп шыға берді. Соңға барсам жаңағыдай, сонда да не болды. Кейін түс қайта тамақ істейін деп тұрдым да. Кейін резко шығып кеттім қой, ертең уже 5 болады, одан кейін ары қарай бізде демалыс, 3 күн демалыс болып кетеді, мен қалып кетемін дедім да, келесі апта уже көшеміз. Кейін барып айттым, менде техникалық қате деп шығып жатыр, маған осылай бере қойыңыздар деп. Сөйтіп білім бөліміне звондап, жаңағыдай директор апайлары, осындай бұйрық шығарып бере беріңіздер дегеннен кейін осылай құжаттарымды алдым. Оказывается, бірақ кейін жолдасым Шымкентке хабарласқан кезде ол жақта бізді қабылдап алайын деп жатқан мектеп, жаңағыдай іс басқарушы мұғалім аудиосообщение жіберіпті. Ол кісінің айтуы бойынша ешқандай да Еговтың қажеті жоқ екен. Олар бізге корочка берді, мынандай қағаз, осындай оқушылар бізге келе жатыр деп. Тура сол қағазды қабылдап алады да, бұлар бұйрықпенен бізді автоматом шығара берсе болды екен. Тек 1-ші классқа ғана баратын балдарға Егов қажет дейді, обязательно. А так Қазақстан Республикасының ішінде қаладан қалаға егер ауысатын болсаңыздар, Еговтың қажеттілігі жоқ екен. Егер өзіңіз үйден онлайн тапсырым беріп, балаңыз ауыстыратын болсаңыз, ол басқа мәселе. Енді бізде мектептен жаңағыдай өтінім анықтаманы алып келіп отқан кезде, бұлар автоматты түрде бізге табелдерін шығарып, бүкіл құжаттарын жаңа бұйрықпен шығарып беру керек екен. Сөйтіп, кешке дейін сандалып, әйтеуір бір тірлік бітті. Балдардың құжаттарын алдым, мақтау қағаздарын алдым, паспорт денсаулығын алдым, денсаулық паспортын. Сонымен бүгінгі шаруа бітті, кеш болды енді. Енді бұйырса ертең жүк жинаймыз, Алла қаласа. Құрбан айтқа дайындаламыз ертең, Аллах насіп етсе.